Терең сырдың, шынайы диалогтың және рухани құндылықтардың кеңістігі. Киелі кеңістік. Отбасыңмен, өзіңмен байланыс табатын сәт. Дәл солай қымбатты тыңдаушы, 101.4 толқыны JJFM-де киелі кеңістік бағдарламасы. Микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы және теолог Нұрлан Байжігітұлы. Нұрлан аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, ардақты қазақ елі. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Шүкір, рахмет. Тамаша. Бізді осы тыңдап отырған барлық тыңдармандарымыз, мен өзім ойлаймын, көңіл күйі жақсы болады. Өйткені біздің радио тыңдағаннан кейін жақсы әуендер мен жақсы пайдалы ақпараттар алғаннан кейін адамның көңілі жайнап сала береді ғой. Сондықтан біздің JJFM-де киелі кеңістікті әрдайым тыңдай жүріңіздер. Рахмет. Жібек жолы радиосында болып жатқан сұхбатты қымбатты тыңдаушы JJFM.kz сайтынан дәл қазір көре де аласыздар және YouTube арнамызға да тіркеліңіздер. Бүгінгі әңгіме сапар жайында болмақ. Дана халқымыз бір күндік жолға шықсаң, 3 күндік азық ал дейді, иә? Сапарға шықпас бұрын серігіңді сайла, кемедегінің жаны бір, жолаушыны жол сынайды дейді. Көп деген даналығы бар, өйткені сапар ол әр адам үшін өте маңызды және мәні зор. Тіпті аға, өмірдің өзін сапар деп айтуымызға бола ма? Әлбетте. Қонақтыққа белгілі жүрімі бар және басы бар, аяғы бар дүниені сапар деп айтамыз. Бәрі бір басталды сапар бір жерден, пункт Адан және пункт Б'да соңғы нүктесі межесі бар. Сондықтан сол орталықты сапар деп айтады. Әлбетте адамның өз өмірі сапар, үлкен бір сапар жолы. Тіпті ғалым ғұламалар осы сапар жолда сапарында өмірді сайлап ал, сапарға ертең қайтып келмейтін жол бұл, бір-ақ рет жүріп өтетін жол. Сондықтан өмірдің қадір қасиеті әлбетте ол сапар деп өлшесе, меніңше бұл сапар аяқталады. Қазақ айтпақшы, қонақпыз деген сөздің өзі, қонақ адам сапарлап келіп өзі үйде біраз уақыт қонақ болады да, мейлі бір күн болады, бір күн болады, қайтады ғой бәрі. Сол сияқты қайтамыз деген сөздің өзі сапар. Сондықтан сол сапарды дұрыс өткізу керек. Сонда сапар оң болады бұйырса. Және тіпті көресіз бе, адамның өмірі дүниеден өткен күннің өзіне не айтады? ақтық сапарға шығарып салдық. Ақтық сапарына кетті дейді. Өмірдің басынан аяғына дейін барлығы сапар. Рахмет. Шынымен өміріміз тұнып тұрған сапар, ал біз көбіне сапар дегенде әрине алыс жақын жол жүргенді айтамыз, иә? Жол мұраты жету дейді бабаларымыз. Бұл сапарға шыққан кезде де оның әдебі бар, тәртібі бар, сапардың түр-түрі бар. Осының бәрін әдемілеп бастан бастап бүгін тарқатып айтып беріңізші бізге. Сапар, білесіз бе, сапар дінде ең жоғарғы орында бағаланады. Неге? Өйткені сапарға шығу, Мұхаммед алейхиссалату вассалам өзі сапарға шыққан кезде тіпті ниетті дұрыстауға шақырған. Қазір бағдарламаның барысында оның бәрін айтамыз. Сапар, білесіз бе, мынау сапардың өзі сондай бір қағидаға ие, жеңілдікке ие деп айта аламын. Мысалы, намаз мәселесіне келетін болсам, намаздың өзі сапарға шыққанда қысқарады. Егер сапардың ұзақтығы 3 тәулік дейді, енді шариғи нормаға қазіргі санға салатын болсақ 90 шақырым деп айта береміз. Сол 90 шақырымнан жоғары қарай жол жүретін болсаңыз, сіз және 14 күннен кем уақытқа барсаңыз бір жерге, елді мекенге, онда сіз сапарда боласыз. Сапардағы адамның намаздары қысқарады. Парыз намаздары, сүннет намаздары қысқармай мүмкіншілігіне қарайды. Егер мүмкіншілік келсе қалдырмай оқиды. Тіпті аяғына киген мәсінеге дейін бар. Оразаға дейін сапарға жеңілдік бар. Сапарда оразада кезінде сапарға шыққан адам оразаны ұстамауы құқылы. Кейінірек ұстаймын десе, ол да өзінің еркіне түседі. Сондықтан сапардың адамның өмірі жолында өте маңызы зор. Жалпы адам сапарға шығу керек. Ол қандай сапар болса да жолға жүріп тұру керек. Неге? Үйден шықпағанның ауласынан ақылы көтерілмейді деген бар. Немесе үйде жатқан ақылдыдан сапарда жүрген ақымақ артық дейді. Көшеде жүрген адам ананы көреді, мынаны көреді, біреу отын түсіріпті, біреу көмір түсіріпті, қыс кепті, жаз кепті, бәлен жерге қар жауыпты, бәлен деген бәрі қайнесі. Енді қазіргі сапардың орнына бізге мынау әлемдік терезе болып қалды ғой, ұялы телефон. Бірақ десе де сапарға шығып, мынау үйде отыра берген әйелдердің өзін сапарға алып шығып, жүр бірге жүрейік деп, балаларды алып шығып, саяхаттап, бұл бітпейтін жұмыс, онсыз да бітпейді. Кейде өзі сапар дегенде көп біздің тыңдармандар ойлап қалмасын, ақшам болса шығатын едім ғой деп. Кейде ақшасыз да шығуға болатын сапарлар бар. Алыс жақын жерде ағайын бар, туған туыс бар, көрші қолаң бар. Міндетті түрде біреу туылып, міндетті түрде біреу қайтыс болып, міндетті түрде біреу ас беріп, құдайы беріп, той беру шарт па? Жоқ, әшейінде барып, міне сәлем беруге
төрге келдік десек, кел жоғары шық, төрге шық деген емес пе едік. Сондықтан мына алыс жақын жердегі туған туыстардың бәрін зияраттау кәдімгідей барып жағдайын сұрау, сапарға шығу, тіпті табиғат аясына шығудың өзі жаңағы көңіл күйді реттейтін, өзіміздің еліміздің, Қазақстанның өзінде қаншама табиғи жерлер бар, керемет қорықтық жерлер бар. Тіпті соған бір мына кейбір Европа халықтарын, тіпті Араб жазирасының өзінде, әсіресе Араб жазирасында тал өспесе қыдырады ғой бұлар. Тал өспесе құмның, таудың шетіне тұрып алып, бір шөп өспейтін қуаң жерге өздерінің жаятын кілемін жайып, араб кілемін жайып, қанада самауыр, кішкентай бір самауырларда пілтемен қойып, сол жерде отырып күліп, жаңағы кәуабын жасап, немесе жатып күліп, әңгіме айтып, бір күнді арнайтын мына отбасылық мемлекеттер, отбасылық құндылығына да мән бергендер өте дамиды. Бізде осы сұхбат жоқ қой. Біз дайындалуымыз керек. Одан кейін біздің сапарға шығар кездегі ең жаман қасиетті айтқым келеді, біз ұрсып шығамыз жолға. Шында керек қой, ұрысып, бір-бірімен таласып, менің нәскиім қайда, менің пауэрбанкім қайда, менің телефоным қайда, менің қол жатырым қайда деп қырылысып, ең соңында кетері барар адам, ең соңында бармай менде өзің бар деп, еркектер әйелмен ұрысып, үйдегі балалармен ұрысып, сен балалар настроениесін бәрі құртып, машинеде бір түйіп отырып, содан кейін ең соңында бір настроениесін бұзып, барған жерде бәрі бір түйіп, бүкіл келгенше ұрысып, айғайласып, ең соңында үйге келгеннен бір-біріне кешір деп айтады. Енді сапар не шықты еді одан кейін. Болды ғой енді. Ал дұрысы қандай аға? Қалай шығу керек сапарға? Алдын ала дайындалу керек. Алдын ала, аз-азда, міне Құдай қаласа дайындаймын деп. Бұл жаңағы қазақ айтпақша тосын сый дейді ғой. Тосын сый күйінде жасаса екен деймін. Өйткені кеттік деген кезде бәрі қуанып ура деп жүгіріп кететіндей болу керек. Енді алыс жолдарға әлбетте дайындалу керек. Тиісті нәрселерін, үстіне жағатын суға түсетін болса кремдерін, немесе масалы жер болатын болса, ол суық жер болса жылы киімдерін, қажетті болған біреуге салмақ түспейтін, ішетін дәрілерін, барлығын адам алып жүру керек. Сонда бұл жақсы болады. Жалпы сапар адамға көп нәрсені үйретеді. Біріншіден, жаңағы ел көру, жер көру, тәлім алу ол бір бөлек. Сіз жаңа достар табасыз. Жаңа адамдармен танысасыз, бөтен табиғат үйренесіз, бөтеннің өміріңізге кіргізесіз. Одан кейін сапарда өзі адамның кім екенін білгің келсе, сапарға шық деген сөз бар бірге. Содан кейін өзі жаңа айттым ғой, ұрсып шығасыз ба, жолда кетіп баратқанда бір түйіп отырып, бір-бірінің мінезін көрсетеді бір-біріне. Ұзақ жол жүрген адам, сіз қаншалықты дос болсаңыз, адамды білмек үшін үш нәрсеге үш нәрсе керек дейді ғой. Ақша беріп ақша ал, немесе жаңағы көрші болып тұр, үшіншісі сапарға шық дейді. Бірге жолға шықсаң, өзінің қазіргі айтпақшы бетперде дегендей маскасын шешіп көрсетеді кім екен. Әртүрлі қандай мінезі бар, қандай тәрбиесі бар, өзіңіздің балаларыңыздың өзі ұлым үйде қылығы түзде деп неге айтқан. Сол түз ол сапар болады. Сыртқа шыққан адамда ол өзін көрсетеді кім екен. Барған жерде қандай тәрбие бар екенін көрсетеді. Сіздің қандай тәрбие үйретіп жүргеніңіз көрінеді. Одан кейін жаңағы мынау үй аясында бір бөлек көшеге шыққанда балаңызды қараңыз, көлігіңіздің терезесін ашып лақтырып жібере ма, жоқ өзге елден барып бір жақсы нәрсені үйреніп келе ма. Міне осының барлығы отбасының кемелденіп, толық адам болып, жақсылыққа бет бұрып, үйренде жүрен деген осы ғой өзі. Біреуден барып көріп, мынандай жаңалық бар екен. Менің марқұм әжем айтатын. Біз ауыл жерден қалаға барамыз дейді. Содан кейін ол кезде жас кезім дейді, сол бір 6-7 жастағы қызбын дейді. Соны қараймын дейді, мына жақта адамдар жаңағы егін бірнәрсе егіп атқанын көремін дейді. Содан тоқтап түсіп қастарына бардым дейді. Не істеп атқанын көрдім, бұлар дейді пияз егеді екен дейді. Сол пияз еккенін көріп, 1-2 рет барып тағы көріп, содан үйреніп алып дейді, қалаға барған сайын дейді. Сөйтіп үйіме келіп пияз егіп, сол пиязды бір жыл сода ата-анам қарсы болды дейді. Қыз кезім дейді, соны 13-14-ке шықпаған кезім дейді. Соны сатып, содан кейін анама орамал алып берген мен қыз кезімде дейді. Міне, міне осы бару менен, келу менен дүние үйренеді. Көру менен. Көру осы нәрсе тәлім ғой. Сондықтан біз ең бірінші сапардың жақсы болмағы ниетте. Кез келген құлшылық, кез келген жақсы сіз ниетке байланысты болады. Бірінші ниет дұрыс болсын. Одан кейін жаңағы ұрыс қайланып кетпес үшін дегенім, мынау міндет қылмаса екен деймін. Міндет қылса, мен бүйттім, мен сөйттім, мен бүйткенде сөйттім, жоқ, керек жоқ. Бір болашағыңыз үшін, өзіңіз үшін, көңіліңіз үшін. Мына таңның атысы, кештің батысы, ұялы телефоннан қазір біз шыға алмай қалдық.
Телефон аңдығанымыз бәріміздің. Біреудің өсегі, біреуден қалғаны, біреуден бір нәрсе, одан қалса бір-бірін жамандаса, бір-бірін немесе бір арзан күлкі, осындай нәрселерге қатты белең алып барамыз. Неліктен? Соның бір себебі саяхат жоқ бізде. Үйден де шықпаймыз. Көкжиек кеңімейді. Далаға шықпаймыз. Үйде жатамыз. Жатқан орнымызға тағы да тұрып алып тұрып, төсегіме әкеп берші deyіп команда береді. Тамақ тек осы әжетханамен жатқан диванның ортасы болып қалды біздің өміріміз. Сондықтан бұл сыртқа шығу қалай болғанда да аптасына бір рет, кем дегенде аптасына бір күн алыс жақын өз еліміздің топырағын басып, көлік болмаса қазір мынау таксилер бар. Әйтеуір не керек, мүмкіншілікке қараса деп айтқан болар едім. Ал енді шетелге шығатын болса, онда дайындығын жасап, балаларды қуантып, әр мемлекеттің баратын кезде мынау салтын, дәстүрін, жалауларын, туларын, рәміздерін балалар оқыса, тілдерін үйренсе, қандай жақсы нәрсе. Мысалы, мына іргеде тұрған Өзбекстанға барып жатыр қазір барлығы. Бір ғана мысал. Мен біраз блогерлердің барып келгендерін көріп жатырмын. Білесіз бе? Көп нәрсе алып келіп жатыр. Оны көріп, әлеуметтік желіге жүктеп, амандасады екен, бүйтеді екен, сөйтеді екен, тіпті бағаларының өзі екі түрлі екен. Туристерге бір баға, жергілікті халқына бір баға. Мен оны жаңылмасам бір 25 жыл бұрын көргем. Осы көрші мемлекетке барғанда қазақша сөйлесем бүйтіп баға береді екен да, содан кейін бүйтсем баға береді. Соны білдім да, орысша сөйлейтін болдым, мал айтса не істейсің деп. Сөйтсем бетіме қарайды, қай жақтан екен деп түсінбей қалып еді. Сондықтан айтайын дегенім, біз осы сияқты нәрселердің, жақсы нәрселерін алып келіп үйреніп, бойымызға сіңіреміз. Сөйтіп дамиды, сөйтіп туризм дамиды, сөйтіп мемлекеттің біраз елге танылады. Осы сияқты дүниелер бізге керек. Үйінен енді 40 қадам аттаған адам мүсәпір дейді қазақ. Жолаушының жолда сыналатыны бар ғой. Әлбетте. Сол кезде тіпті адам өзін сабырлыққа шақырып, өзін рухани кемелдендіреді, сапар арқылы. Мен жаңа айттым ғой, жолда адамның беті шешіледі деп. Қалай шешіледі? Сабырлығымен шешіледі. Өкіліп, неге жетпей жатырмыз, неге кетпей жатырмыз, қатты бас деп жаңа оның үстіне қазір бізде жол жөнекей мынау шектеу камераларын қойды ғой, жылдамдықты. Енді осының барлығы сізбен біздің жаңағы шыдамдығымызды, қауіпсіздігімізді бірге шыдамдығымызды тергейді. Яғни сынайды сонымен. Сабырлы боласыз, шыдамды боласыз, дайындаласыз. Келе жатқанда жаңа балалардың ерте кезде жол жүргенде сапар қандай еді, мысалы сізбен біздің? Біз қайда қарап отыратынбыз? Ерте кезде? Жолға, терезеге. Бәрекет. Біздің балалар кезде қайда қарайды? Телефонға. Сонда сапардың қандай қызығы бар? Міне мәселе осы жерде. Тіпті сондай күйде жүріп әнейтін халге жеттік біз. Өйткені адамның вестибулярды аппаратының ішінде шайқалған кезде телефон қолында шайқалмағандықтан адамның көліктегі телефон көрсе жүрек айнитын болды. Неліктен? Сіз табиғатқа қарамағандығыңыздан, жан-жағға көңіл бұрмағандығыңыздан, одан кейін тоқтайсыз. Тоқтаған кезде табиғатты аялауды үйренесіз. Қандай табиғат бар екенін үйренесіз. Осы сияқты нәрселер өте маңызды. Сондықтан айтпақ болғаным, біз жолға шыққан адамның жаңағы жолдың қауіп қатері, жолдың сынағы, енді көлік болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады, әртүрлі адамдар болады. Осының барлығы сіздің болашақта, әсіресе мына үлкен кісілерге айтарым, балаларыңыздың қалыптасуына, ата-анамен тіл табысуына, әйеліңізбен ұрысып жүрсеңіз, мынау Меккеге барыңыздар деп айтамын кей кезде, ұрысып жүргеніңізде. Әйтеуір қасиетті жерді басып ең болмаса орта рет табиғаттың аясына шығыңыздар, жүгіріңіздер бірге. Біз жақын жерге барсақ, бір-біріміздің қадірін білмейміз. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Шетелге барсан, шетелде бәрі амандасады. Біздің қазақтар амандасады. Кешегі ауылда жүрген амандаспағандар бірін-бірімен джентльмен болып қалады. Есігін өткен көреді ғой ана. Ана есігін ашып береді, әйеліне гүл береді. Біз өз гүл бермейтін елміз өзіміз. Гүлдің ақшасын өзіне қолына берсең, ол да жаман емес. Бірақ десе де, солардың анау романтикасын қарап, өзінің бір жақсы үйренетін нәрсе бар ғой адамның. Кезекте тұра білуі. Әлбетте, кезекте тұру. Одан кейін мынау нені үйрендік? Чаевой дегенді үйрендік. Шайпыл болсын деп бізде бұрын бермейтін ешкім. Не, мен төледім ғой, сенің міндетін деп. Қазір жоқ ешкім береді. Міне осы кең пейілдікке үйретеді. Одан кейін балалар оған үйренеді. Мен мысалы Бельгияда, Европада, Бельгияда үлкен апайлардың Америка құрама штаттарында жастары 50-ден асып, 60-тан асып кеткен кісілердің даяшы болып қызмет жасап жүрген көрдім. Ана кісіге мынаны алып келші деп айтқанға ұяласың.
өзің тұрып барып өзің аласың. Одан кейін тұрған орныңды жинап кетесің. Міне осы сияқты осының барлығы бізге бармасаң келмеген, барып келгеннен үйренген жақсы нәрсе ғой, осының бәрі кірді. Сондықтан біз осыған келуіміз керек. Бұл ел аралау, жұрт аралау, бұл өте жақсы. Біздің елімізде бірнеше travel блогерлер бар. Мысалы Өркен Кенжебек, тағы бірнеше азаматтар өте жүріс. Тіпті біздің ішінде орыс ұлтының азаматтары да бар, қазақша сөйлеп жүрген. Мен өте қуанам. Дұрыс. Біздің елімізге сондай өзге мемлекеттердегі тіпті олар біздің елге көп мәселе жасай алмаса да келіп айтқаны, Европада мынаны көрдім, мысалы мына мемлекетте мынандай бар екен деп айтқаны, соны тыңдаған балалардың өзі содан мотивация алып, серпін алып өзгереді. Мен де ел көрсем екен, мен де жер көрсем екен деген талпыныс болады. Жинаған ақшаны біздің аталарымыз Меккеге барам деп жинаған. Меккенің өзі саяхат емес па? Ол бұрында қазір ғой енді ұшақпен барып жатқанбыз. Бұрын көлікпен жүргенбіз. Сол көлікпен жүріп барып, ауыл аралап, ел аралап, Құнанбай бабаларымыз, басқа бабаларымыздың барлығы сол табиғатын үйреніп, жақсысын үйреніп алып келген бізге. Айлап. Айлап. Оның барлығы жүрген кезде талай нәрсені бойына түйіп келмей ма? Жазады, ойына жазады. Осының бәрі балаға жақсы бір тәрбие болады. Одан кейін жолаушы адам не істейді? Әрдайым дұға айтады. Жол мұраты не? Жету. Әй бәрекелді. Жеткенше не айтасыз? Сөз айтасыз, балаңызбен сөйлесесіз, дұға қыласыз, ойланасыз. Әрдайым үздіксіз сөйлей бермейсіз ғой, аузыңда шаршайды. Сол кезде жаңа ойланасыз, балаң да ойланады, бір-біріне қарайды, бір-бірінің жүзін көреді, сырласасыз, алдағы арман қоясыз. Мынаған жетсек Құдай бұйырса. Мен өзім көп мақсаттарыма жол жүріп жеткенмін. Өйткені хадистерде де келеді, жолаушының дұғасы қабыл болады деп айттық қой. Жолаушы адам дұға қылған кезде неге дұға қыл дейді? Өйткені жолаушыда адамның, сапардағы адам, қиналып келе жатқан адам, жол мақсат. Мүсәпір адамның дұғасы қабыл болады. Садақа мүсәпір адамға жүреді. Мына садақа зекет беретін тізбектің ішіндегі дұға қылатын адамдардың тізбегінде мүсәпір адам бар сол жерде. Мүсәпір деп біз анау қайыршы бейшараны айтамыз. Негізі мүсәпір деген жолаушы адам деген сөз. Жолаушы адам неге мүсәпірге теңеледі? Өйткені шын мәнінде ол өз мемлекетінде бай болса да, жол жүріп келе жатқан кезде ол мұқтаж адамға ұқсайды. Одан кейін жол жүргенде мына біздің Қазақстаннан өзге мемлекетке барған адамдар не істейді? Не алып барады? Сыйлық апарады. Сыйлық апарады, Қандай сыйлық апарамыз? Біз көбінесе шоколадымызды апарамыз. Қазақстан деген шоколадты апарамыз. Яғни тоқашты бала сүйкімді де келгендей, біз барған жерге жаңағы сыйлығымызды береміз. Демек мемлекетімізді таныстырамыз. Магниттер апарамыз, магниттерін әкелеміз. Бұның барлығы тәрбие емес пе? Киімімізді апарамыз, шапанымызды апарамыз. Мен өзім жүрген кезде маған шапан көп жабылады, сол шапанды апарып анау Америка құрама штатындағы азаматтарға, азаматшаларға жабуға тырысамын. Неге? Өйткені біздің қазақ деген елдің осындай салты бар. Қазақ деген дәстүріміз бар біздің. Олар біздің ұлттық қолөнерімізге қызығады. Біз шетелдің ана бренд дүниесіне қызықсақ, олар біздің ұлттық қолөнерімізге қызығады. Ана бір үлкен қымбат дүкенге мен бір алып барып, бір ағаларым сыйлық алып берейін деп. Соңында мен шапанмен кірсем, алда ана бақуатты жігіттерге есік ашпайды. Менің ұлттық киіммен кіргеннен кейін барлығы анау есік ашады да, сөйтсем ана ағылшынша handmade, яғни қол өнері ғой сіздікі деп, үстінде киіміме қарап, жаңа бөрігім болған басымда, бөрігіме қарап, мына ұлттық киім ғой деп, қымбат дүние ғой деп, мынаған не қызығы отырсың, сенікі өзінің бәріне қымбат қой деп, маған сөйтеді. Міне осындай. Сондықтан ол ондай болады. Одан кейін біз барған жерде бата аламыз. Содан кейін хабар аламыз, ауырып жатқан адамды көреміз, сөйлесеміз. Мысалы айтайық, бір адамменен біз туыстарымызбен, жақындарымызбен ұялы телефонмен сөйлесуіміз мүмкін, бірақ біз бейнесін көрмей қаламыз. Барған кезде қазақ айтпақшы дидар ғайып деген дүние бар. Дидар ғайып, жүзін көреміз, жүзді көрсе жүз ұялады дейді. Бір-біріне қарап тұрып, ұялып, жақсы сөз айтып, үйіндегі мән жайды көріп, бармасаң келмесең жат боласың деп, Абу Бәкір сахаба пайғамбарымыздың үйіне кірген кезде дейді, не көрдің дейді, құрманың жапырақтарымен үстін жауып, құрманың жапырақтарын жерге төсеп жатады екен. Сонда көзіммен көрдім де, осындай күйде жатқанын көрдім деген сөз бар. Енді өзіңіз ойлаңыз, сіз де туған туысыңыздың үйіңізде барып, қандай екен бара көресіз ғой, сынай көресіз. Мысалы қонаққа шақырғанда мен де қарап отырам, ар үйдің жағдайы қалай, көңілі қалай, соң қандай көмек бере аламыз, қандай бағытта сөз айтсам екен деп, шетін адамдарға барып алып тұрып, Европа, Испания, Италияны, Арабия, Меккені айтпайсыз ғой оған. Шетін адамдардың өзі отбасынан, жанұясынан уайымы, қайғысы бар адамға ішкіліктің зиян екенін айтамын. Ойын құмары барғаннан көресіз.
кіргеннен көресіз анау аяғына қарап асын іштегенде аяғына қарап ақ ары қарай не айту керек екенін дұрыс талдай білсе екен деп ойлаймын да. міне осы сапардың барғанның келгеннің көп пайдасы бар. Сондықтан сапарды балаларыңызға үйретіңіздер. Жылына мынау мемлекеттің өзі демалыс берген кезде ақшаны аямай жетпейтін дүние жетпейді өмір бойы. Осыны мынау біздің тыңдармандарға бас айтқым келеді да, жетпейтін дүние ешқашан жетпейді. Өз мемлекеті тұрмақ ауылынан шықпаған қазақтар бар. Қалай болса дейді. Теледидарды көріп жатырмыз ғой дейді да, кинодан. ютубты көріп жатырмын немесе жоқ. Барып, келіп, елменен, ауылменен барғандарыңыз жақсы болады. Барғанда да жаңағы мен келдім деп салмақ салмай, қайта біз қазір Құдайға шүкір ғой, мынау жол жөнекей біздің инфрақұрылым жақсы дамыды, жол жөнекей қонақ үйлер, тіпті мемлекет басшысының өзі адам сияқты дәретхана соғыңдар деп тапсырма беріп жатқан не үшін? Осы біздің елге туристер келеді, біз барамыз, олардікін көреміз, біздікін үйретеміз. Осының барлығы болашақтың балалардың дұрыс дамуына бір бақыт жол деп айтқан болады. Және жаңа қаржы туралы айтып қалдыңыз ғой. Шынымен егер адам мен саяхаттағым келеді, мен жолға шыққым келеді деп ниеттенсе, сол мақсатына орай ақша да келеді. Әлбетте, ол мен ең бірінші сөздің басын айттым ғой. Сапардың алдында ең қажет болған нәрсенің біреуі ол ниет. Ниет бір шеті ол дұға деген сөз. Сіз дұға қыласыз, я Алла маған осыны бер. Апаларымыз, аталарымыз мен Меккеге барамын, сапарға шығамын деп жинады. Соның барлығы дұға, соның бәрі ниет. Сол жаңағы әрекет сенен бірінші қадам, ар жағы Құдай айтпаймын менен деп. Сондықтан қанша адамдардың біз куәсіміз, барыңыздар, келіңіздер, туған туыстарды іздеңіздер, барып көріп, одан кейін тек қана сынау мақсатында мені жаңағы көл көсір қылып күтіп алып, бүкіл эстрадамен күтіп алатындай емес қой, жаңағы арқан тартып Құда жекжат күткен емес, кәдімгі сынау үшін емес, бар ниетіңізбен келіп, енді кейбір кезде болады, мынау бір елге барған кезде жаңағы рұқсат сұрап барған жақсы болады дейді да, мысалы. Сол адам хабардар болса жақсы деп айтамыз. Енді бұрын кезде хабардаудың, сапардың ең жақсы жолы мешіттерге барып тоқтайтын. Сол мешітте адамның көп жиналатын жері ғой. Мешіттерге тоқтайды екен да, соның кейін жемесе жаңағы керуен сарайы деп қояды, мына оңтүстікке қарай. Сол керуен сарайларға тоқтап, сол жерде көзге көрініп, намазын оқып дегендей, елді көріп, амандасып, қайдан келесің, бәлен адамын, жол сұрап, аман сұрайды ғой. Сол кезде бәлен жердемін дегенде, бұл ауылдың ішіне әңгіме тез тарап, сөйтеді. Енді біздің қазір заманауи интернет қой, интернетке салып қойсаңыз, жолға шықтым деп статус қойып қойса болды. Ол бәрі көріп ойбай деп күтіп отырады, қайда кетіп баратыр екен деп, бәріміз жаңағы қайда кетіп баратқан хабардар боламыз. Сондықтан жолға шығып тұрыңыздар. Әсіресе мынау балаларыңызды алып шығыңыздар. Тағы да айтам, жетпейтін дүние жетпейді. Бірақ бірінші қадамды жақын жерден саяхаттап бастаңыздар. Күніне таңға, кешке, әсіресе кешкілік мезде анау таң намазына тұра алмаймын, немесе жаңағы ұйқым қанбай жүр, немесе біртүрлі бастырылып жүрмін деген адамдар өзі бабаларымыз не дейді, шаршап тұрып ұйықта дейді. Сол үшін кешке жүріп серуендеңіздер. Әбден серуендеңіздер. 1 сағат, 1,5 сағат жылы киініп алып, күн салқын болса, жеңіл аяқ киім киіп алып, жүріп, жүгіріп, кішкене қимылдап. Абу Али ибн Сина бабамыз айтады, Абицена, егер адам қимылы көп болса дейді, соншалық дәрігерге көріну қажеттігі де азаяды бұл адамда дейді. Қимылы көп болған сайын дейді. Қимылың аз болған сайын соғұрлым дәрігерден шықпайтын себеп болады. Өйткені қимыл сені ынталандырады, алға жетектейді. Сол сияқты сапар бұл өте дұрыс нәрсе. Одан кейін барған кезде жаңағы біз естиміз, біреу жетім қалыпты, әкесі қайтыпты, немесе жаңағы ауырып қалыпты деп, оларға көңіл айтып кіресіз, жағдайы біліп кіресіз, батаға кіресіз. Неге бізде қараңызшы, қонаққа барған кезде, мысалы енді өлім жетімге барған кезде дейді, ауылға, елге сапарлап, бұл жаназадан кейін біреудің үйіне кірме деген қағида бар. Неге? Өйткені сен арнайы келетін болсаң дейді. Міне, қандай бұның түбінде қайта-қайта сапарға шығудың түбін нұсқамай ма бұл? Мысалы бір туылған еліңізге 500 шақырым жерге бардыңыз. Жаназаға енді бір сыйлы құдаңыз, жатыңыз, дүниеден өтті ағайыныңыз, бауырыңыз. Ал енді содан кейін ағайынның үйіне сізді кірмеген де. Неге? Өйткені сен ана жаназадан шығып тұрсың деген. Ал егер мен үйіме келетін болсаң, көңіл сұрап басқадай, онда арнайы кел дейді. Яғни тағы да жол жүруге себеп. Және ниет. Ниет. Бағана айтқан ниет, дұға, осының бәрі қажеті. Біз анау бір қоянмен, бір мылтық оқпен бірнеше қоян атып, қоян атпақты көріп, бүкіл зоопаркты үйге кіргізіп алғымыз келеді. Болмайды. Қымбатты тыңдаушы, біз сапар жайында айтып отырмыз. Сізде сұрағыңыз болса, 87-101-40-00 нөміріне жолдаңыз. Қазір музыкалық пауза, содан кейін эфирге қайта ораламыз.
әр шаңырақ бір әлем. Ал ол әлемнің өзегі, мейірім мен сенім, киелі кеңістік, отбасылық руханиятқа арналған сырлы сағат. Дәл солай қымбатты тыңдаушы, киелі кеңістік хабары микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы және теолог Нұрлан Байжігітұлы. Нұрлан аға, сапар жайында біраз тамаша мағлұмат беріп жатырсыз. Қымбатты тыңдаушыларымыз да 8700 101 40 00 нөміріне хат жолдап жатыр. Қазір сұрақтарын бірте-бірте оқып сізге жолдаймыз. Негізі енді қазақ әр күнді жақсы күн деп балаған. Оның ішінде енді сәрсенбінің сәтті күні деп ерекше бағалаған. Бірақ жұма күні неліктен сапарға шығуға болмайды? Сондай сөз бар. Жұма күні кір жумайды, жұма күні сапарға шықпайды деген сөз елімізде кең тараған. Бұның терең мағыналық философиялық дүниесі бар. Біріншіден, жұма күні Құранда тікелей жұма деген сүре бар. Сол жұма сүресінде Алла Тағаланың аятта былай деген аяты бар. Жұма күні азанның дауысын естісеңіздер, фасау иля зикрилля, Алланы еске алуға асығыңдар дейді. Яғни жұма намазға барыңдар дейді. Ерте кезде бізде мешітті сайындаламызда өте аз болған. Сондықтан жұма күні сапарға шыққан адам өз ауылында жұма оқымайды, келесі ауылға жете алмай қалады. Ортада қалып қалу қаупі болған үшін жұма күні шықпаған жақсы. Жұма күні кеткеннен кейін бәрі иесіз қалып қалады. Сондықтан жұмада жұманы атқарып барып шықсаң тәуір болады деп айтқан. Сол жұма намазды оқып барып деген осы мағына ашады. Енді сіздің баратын жеріңіз ұзақ болса, мүмкіншілігіңіз шектеулі болса, әлбетте онда қарамай шыға бересіз. Бірақ негізі жұманы оқып шыққан жақсы болады. Көптің батасы болады ол жерде. Жол жүріп бара жатыр едім деп, әсіресе мына ауылда тұратын ағайынға соны айтқым келеді. Жұма күні айтып, мешіттен бата алып, ақсақалдардан ақ жолтай тілек алып, содан кейін шыққандарыңыз жақсы болады. Жұма күні сапарға шықпайды дегеннің түбірі осыған барып саяды. Тамаша, енді түсіндік. Және жол азабы деген бар, кейбір адамдардың аузынан естіген кезде таң қаламыз. Жолға шықпаймын, себебі ол шаршатады, көп қиыншылық алып келеді деп, жаңағы жолда болатын кедергілерден басын алып қашу үшін сол жол сапарға шықпауды ниет етеді. Бұл жағы қалай? Шын мәнінде бар. Қазақта жол азабы көр азабы дейді. Жол өте, жаңа айттым ғой, жолдағы дұғалар қабыл болады. Не үшін қабыл болады? Өйткені адам мүсәпір жағдайда болады. Мүсәпір болғанда не ол? Несіне мүсәпір болады? Ол өйткені бір жолға шыққан адам, өзіңіз айтпақшы, баратын жеріне аман есен жетсем екен деп келеді ғой. Сол жерде не болады? Сапар барысында адам, жаңа айттыңыз сіз, қиналасыз. Қиналады, Әлбетте, қиналған, мазлұм, зұлым шеккен күйде болады, қиналған қалде боласыз. Қиналған адамның екі аузының сөзінің, екі сөздің біреуі не болады? Дұға болады. Құдай болады, дұға болады. Демек, жолаушы адамның дұғасы қабыл болады. Жол азабы көр азабы деген қиналады адам. Оңай емес. Қазір мысалы айтайық, көлікпен жүрсеңіз де, мысалы айтайық, жол тайғағы бар, ыстығы бар, суығы бар. Осының барлық адам қиналады. Қасыңыздағы адамды ұнамай бастайды ғой. Мысалы мен көріп 3-4 күн жол жүріңізші бір адаммен. Қасындағы адамға тиіскін кеп, жылысын кеп, басында күшті болып отырасыңдар да, соңына қарай оның жаңа демалғанына дейін жыныңа тиіп тұрады. Содан кейін адам біреу терезені ашады, біреу терезені жабады, дейді, дейді, су әкеледі, тоқта дейді, жүр дейді, жай жүр дейді, қатты жүрді. Онысында біз кішкене мынау сапардың әдебін ұстамаймыз ғой. Өзі бір тыныш отырмыз, ақыл үйрететін де бар. Былай айт, ана шопырдың жегенін байғысын жиянын шығарып бітіреміз сол жерде. Шындығы ол өзі ең соңында ұрыстыратын себебі сол. Өзі әркім өз жұмысында тұрған жақсы да. Содан кейін біреу аяғын шығарады, аяғын қояды, біреу қақырады, түкіреді, әртүрлі әдепсіздік жасаймыз. Сол кезде мына шыдамдық сізге осыны үйретеді. Яғни қиналасыз. Сол үшін дұға қабыл болады. Ал енді жол азабының машақаты болғаны үшін дұға қабыл болады. Оған жол жүрген адамның дұғасының қабыл болуы осыған барып сайса, екіншісі ол адам тәлім үйрене бастайды. Жаңа айтқан көзің ашылады. Мен мынаны бір дені дұрыс адам деп жүрсем, түрі сипаты мынау екен ғой дейсіз да, деп отыра бересіз. Содан кейін жаңағы қатты ұйықтап қалатын адамдар болады, қорылдап. Ол бір сізге кедергі береді. Немесе сөйлеспейтін адамдар болады. Әйтеуір не керек? Одан кейін мынау жол адамның ішкі дүниесін көрсетеді. Мынау көлік тізгіндеген адамдардың әсіресе жұлқып, жұлым тізгіндеген адамның өмірі де сол. Ісі де сол, мінезі де сол, болмысы да сол, сабырлы болғанға үйретеді.
мысалы бізде мынау әсіресе Алматы қаласында, енді астанамызда да болып қалды, көлік кептелісі. Көлік кептелісі сізге не үйретеді? Аттап кете алмайсың, секіріп кете алмайсың. Шыдамды болуға. Шыдамды үйретесіз. Енді ары барса бірінші күндері жаңағы көлікте тұрғанда бетін бояйды, әйел кісілер бетін бояйды, айнаға қарайды, Инстаграм қарайды. Содан кейін барып бәрібір шыдайсыз. Ашуланасыз, бірақ ана кейбіреу бар, кәдімгі жанын қоятын жер таппайды. Ананы боқтайды, ананы түртеді, ананы түйрейді. Бұл өзін де ауру қылып тынады, оған өзгелерге де жаман әсер тиеді, ырзық нәсіп келмейді. Сондықтан жол азабы, көр азабы дегеннің ішінде жаңағы жолдың өзінің машақаты болады. Сол қиыншылық болғаны үшін шығу керек. Сонда сіз еңсересіз, балаңызды соған үйретесіз. Жолда сіз жаңағы жолға шығардың алда, мына мысалы қыстың күні, мына біздің мына солтүстік өңірлерде, шығыстық өңірлерінде тіпті күрегіне дейін салып жүреді. Көрегін салып, өйткені мысалы қарға көміліп қалатын болса, көлік астын тазарту керек. Қолмен тазартпайды ғой ешкім. Тиісті жаңа су, оның жолда ішетін тамағын қажет болады ау деген жаңа сүйрейтін жол көлікке керек болады деген дүниенің бәрін артығымен аласыз. Демек, адам алдын ала болжап стратегия құруды үйретеді. Мысалы бала жаңбыр тасаттыққа барамыз, дұға қыламыз деп дайындалыңдар деген кезде бала қол шатыр алып шыққан сияқты, сіз балаңызды үйретесіз. Жол шыққан кезде бір күнде мынандай нәрсе болады. Кезінде бір әкенің баласына үйреткенін айтқан екен, бізде бір үлкен сапар болады балам дегенде, ол сапарда мен болмаймын дегенде, әкем болмаса не дайындаймын деп дайындаған. Сөйтсе ол өмірді айтқан екен ғой. Бір өмір сапарында біраз уақыттан кейін мен қасыңда болмаймын балам. Сол кезде сен өзіңе жәніңе керек нәрсені алып жүр деп. Бір ғалымның сөзі бар. Адам кеме суға батса, бала не алып қалу керек дегенде, жәніңе не керек болады, соны алып қал деген. Яғни не керек болады сол сапарда саған? Міне сол нәрсені әкең үйреткен, атаң үйреткен, болмысымызды үйреткен, өмір үйреткен нәрселер қасыңызда болу керек, сақтық болу керек. Біреудің затын сұрамауға тырысу керек. Жаңағы мен кейбір адамдар сапарда шыққандарға таңғаламын, мына жолаушы барлық таксистерге айтқым келеді. Мынау бір запаска дейміз ғой, енді қосымша бір дөңгелегін алмаған. Одан кейін барып бір күліші жоқ. Немесе бар болса оны қарамаған. Аптечка деген нәрсені мүлде қарамаған шопырлар бар, таксистер. Қалай сен артыңда жүрген, сонда сен полициядан қорққаннан, жаңағы жол май қызметкерлерінен қорққандықтан ғана алып жүреміз бе біз? Мына белдікті тағу да тура сол сияқты. Жан-жаққа қарап, гай жоқ па, камера жоқ па деп біреу үшін жоқ. Бұл сіздің өміріңіз, сіздің қажетіңіз. Біз адамдардың өзін үйрете алмай жатырмыз. Мына шетелдің киносын бәріміз көреміз. Шетелдің киносын қарасаңыз, бір заң бұзушылық болады. Мысалы бір полицияға жаңағы бір қылмыскер тоқтамай қояды. Сонда полицияның өзі, заңның адамы, әлгі қылмыскерді артынан қуған кезде бірінші отырға қоймайды. Бірінші машинеге отырды ма, бірінші өзі белдігін өзі тағады. Содан кейін барып әлгі қылмыскерді артынан қуады. Міне тәртіп қайда жатыр. Міне осыдан үлгі алу керек. Яғни біз де өзіміз осыны жасауымыз керек. Сондықтан жолаушыларға қажетті болған, алдымызға өмірімізге керек болатын жол өмірді сізге іспеттейді. Сол өмір жолын іспеттеген кезде алдыма не керек болады деген азықтың бәрін алып шығасыз. Рахмет. Енді сапар айы деген бар екен. Оны мен де кеше білдім. Сол туралы тарқатып айтыңызшы. Сапар айы бар. Мұсылман күнтізбесіндегі бір айдың аты сапар айы. Елдің ішінде осындай наным бар. Сапар айында мынау өзге халықтарда май айында үйленбейді деген, мамыр айында үйленбейді деген сияқты, сапар айында үйленсең, сапар шегіп кетесің, о дүниеге. Жаңа мүшелде үйленуге болмайды. Мүшелде тыныш жүру керек, қылмыс жасамау керек. Мүшелден кейін ай білгенін істейсің деген сөз. Баланың өзі оны жаңағы мүшелгенде тыныш жүреді, ешкіммен ерегіспейді. Жаңағы осыдан ептеп әйтеуір бір шығып кетсем екен, әйтеуір бір ілініп кетсем екен, соны ары қарай көрсетемін сендерге дегендей, ол жоқ, дұрыс емес. Сапар айында үйлене бересіз, келін түсіре бересіз, қуаныш жасай бересіз, той жасай бересіз. Сапар айы үйленуге, үйлендіруге, тұрмыс құруға ешқандай шектеуі жоқ. Сапар айы шын мәнінде сафар деп айтылады араб тілінде. Сол сапар айы бізге өзіндік бір амалдары бар, бірақ десе де бұл үйленуге, яки болмаса бір жол жүруге қатысы жоқ.
ең негізгісі біз сапарды өмір бойы сапар деп сөзім содан бастадық қой. Өмір бойы сапар деп түсінуіміз керек. Әр күнім сапар менің. Қайтып келмейтін сапар. Өзі құлшылықты да қалай жасаймын деген кезде ең соңғы құлшылығымды деп жаса дейді. Қайтып келмейтіндей, осы жолды қайта жүрмейтіндей, сондай жасасаңыз сіз барлығын тиянақты қылып жасайсыз. Еш нәрсені тастамайтындай болып. Ол шын мәнінде өмір жалған ғой. Бүгін көрген адамды ертең көрмей қалып жатсыз. Осы бір-бірімізге қараған кезде қайсымызды соңғы рет көріп тұрғанымызды білмейміз. Тура тап сондай бұл өмірде сондай. Әрі сапарға шыққан кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз дұға қылған. Субханаллази саххарана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Алла тағаладан сапардың оң болуын, мына Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы, сол сияқты араб мемлекеттердің барлығындағы ұшаққа мінсеңіз, ұшақтың ішіндегі алдыңызда тұрған монитордан бірінші осы дұға шыға келеді. Ұшардың алдында. Бүкіл салонда отырған адамдарға айтқыздырады соны. Яғни сіз қарап отырып білесіз, біз анау борт серіктердің жаңағы тиісті қауіпсіздік шараларымен бірге соның алдында айтасыз. Жақсы дұғаңызды айтып аласыз. Сондықтан көлікке отырған кезде қазақша айтса да болады. Құдайым жолымды ашық қыл, аман барайын, сау қайтайын. Ана өзге ұлттарда жолға шығатын алда бүйтіп отырып алайық дейді. Отырып алайық деп. Сол шын мәнінде ол жақсы нәрсе, мен сізге айтайын. Бір-бірімізге қарап, біз ол ұлттан емес. Жолың болсын, ақ жол. Одан кейін жолға шығып баратқан кезде бата беруші. Бата бергенде тізерлеп тұрып бата алады бізде. Бата беретін үйдегілер қош бол деп тікелей тұрып бата берсе, балалар тізерлеп тұрып, қане деп батасын алып, содан кейін ақ жолға шығады. Бұл жақсы нәрсе. Содан сапардағыларға бір насихат ретінде айтқым келеді. Енді қазір біз 21 ғасыр жақсы заманда өмір сүріп тұрмыз ғой. Мына хабарын беріп отырса екен деп есептеймін. Мән жайын айтып отырса екен деп. Үйде жаңағы ата-ананың көңілі балада, баланың көңілі далада дегендейін хабарды айтып отырса екен. Әркім өзінің тиеселі жауапкершілігі адамға, балалар болса ата-анасына, бауырларына жайын, дерегін айтып, мен мында келдім, мында жеттім, мында тұрмын қазір, бұйырсам, бұл қауіпсіздікке де жақсы, бұл барлық жағдайға қатысты. Содан кейін тиісті сол мемлекетке барған кезде сол мемлекеттің бөлінбеуге шақырам. Сол мемлекеттің заңын, тәртібін ұстауға шақырам. Біз мысалы қай мемлекетке барсақ, солардың киімін киіңіздер деп айтам. Немесе өз киіміңізді киіңіз, бірақ масқараламаңыз. Жаңағы бір сарала, бір нәрселерді киіп алмау керек. Елден, жұрттан бөлекшеленіп. Бар киімді кисеңіз жақсы болады. Біз енді қазір ұлттық киімдеріміз өте жақсы. Мен соны айтқан болар едім. Мысалы қасиетті Мекке Мәдинаның өзіне, Европаға да барғанымызда, Америка құрама штаттарында өзіміздің ұлттық киіммен жүремін. Олар қарап құрмет қылады. Тура сол сияқты жаңағы кейбір кезде анау өзге бір дүниелерге қызығып өзіміздің құндылықтарымызды аяққа баспаса екен деп ойлаймын. Қазір біздің мынау жаңағы барған жерге Қазақстан шоколадымен бірге жент дүниелерді апарып жатыр. Мына құрт мәселесі. Бірақ кейбір күн ыстық мемлекеттерге құрт жарамайды. Біздің қазақи болмысымызда қазы қартын айтқым келеді. Мысалы, кейбір мемлекеттерге қазы апаруға болмайды. Біздің кейбір азаматтар қонақ жайлығы шектен асып, қазы алып барып, о жақта жаңағы полициясына түсіп, заң бұзушылыққа тіркеліп жатады. Қажет емес. Өзі бар нәрсені алып барған дұрыс болады. Өзі кейде бір одан кейін кейбіреудің тәбеті тартпауы мүмкін. Соны же бұл қазақтікі деп, оны бір шектен шығудың қажеті жоқ. Қымыз апаратындар бар, осы сияқты дүниелер. Сондықтан заңның аясында болу керек. Енді қазіргі біздің барлық жолы жүретін ағайындарға бір ескерту айтқым келеді. Полиция қызметкерлері жиі айтады, біреудің қолынан зат алмаса екен деймін. Біздің бірнеше азаматтарымыз заңның шеңберінде өзге мемлекеттерге барып, біреудің затын ала салып, заңға тартылып, шатылып қалғандарды білеміз. Сондықтан осы жағдайға байланысты танытса да, тіпті оның біз енді мейірімділігіміз ғой, мейірімділігінен ала кетейінші деп менің өзімде болған. Менің өзімде бір қаладан ұшқанда бір жігіт қоймады, ала салыңыз, паспорт қойып, тек паспортты аласыз деп. Жарайды деп қолымнан алдым, келдіп қондым, қонғаннан кейін әлгі кісіге хабарласым, мен сыртта тұрмын деді. Паспортын беріп едім, ішінде $200 болу керек еді деді. Тап сол жерде. Содан кейін енді мен маскамен тұрғам, бетпердені шешіп, енді танисыз ба, мен имамын деп, кешіріңіз аға деп бұрылып кетіп қалды.
енді жай бір адам болса шын мәнінде сөйтетін еді. Сондықтан өзі жақсылықты мынау біреудің затын болысу, жол жүргенде жеткізіп қою әдет бар ғой бізде енді. Енді қол көтерсе әйтеуір жеткізіп қоюға тырысамыз. Сол кезде қарап, сақтық болып, бәрін сұрап, сөйткендеріңіз дұрыс болады. Өйткені кейде біз жақсылық жасаймыз деп бір сәл бір нәрсе көрініп қалатынымыз бар. Рахмет аға. Енді бір сұрағым қалып тұр. 3 адам сапарға шықса, неліктен ішінен біреуі басшы болып тағайындалу керек? Ол хадисте де келеді. Өйткені үшеу үш жаққа тартпау керек. Біріншіден, екінші, мысалы, 3 адам намаз оқитын болса, үшеуі де онда қыбылаға талас болады. Біреу айтады қыбыланы былай дейді, дінімізде де көптің сөзі жүреді. Мысалы, мен біліп тұрмын, қыбыланың оң жақта екен, бірақ мына екеуі сол жақты көрсетіп тұрса, көптікі басым болған үшін мен саған өтемін. Сондықтан біреу басшы болып, қалғаны қосшы болсын дейді. Өзі шын мәнінде үшеу үш жаққа тартса, аққу шортан һәм шаян болады. Жолымызда берекесіз болады. Сондықтан бір адамды басшы қылып сайлап алуымыз керек. Содан кейін қалғаны қосшы болып, соның артынан ілесуімізге сайлаған адамның да кішкене былай жөн-жөнесі дұрыс болу керек, бір нәрседен хабары бар, апарып бізді бір жағына тығып жібермеу керек. Бізде енді есемізді, үлесімізді бере қоймас, бірақ десе де сондай біреуді тыңдаған. Одан кейін үлкен бір адамды басшы қылып сайласаңыз, сол сөйлейді, қалған адам сөз таластырмайды. Бұның көп пайдасы бар. Жаңағы қоғамда қонаққа барған кезде, мысалы айтайық, біздің мынау Сырымдатұлы бабамыз Бұхар хандығына барған кездегі мәселе Сырымдатұлыны басшы қылып сайлаған ғой. Сол кезде қалған ең сыйлы кісілер болған қасында. Не бір билер болған. Жоқ, Сырымдатұлыны жас жігітті алға елші қылып қойған. Кәдімгі біздің басшымызсыз деп. Елден шыққаннан сол жаққа Бұхар ханына жеткеніне дейін сондай болған. Артынан ілесіп отырып барған бәрі. Міне сол кейін ханның алдында сөйлегенде де үлкендер тұрып, сол кісі сөйлеген. Сонда жаңа содан қалған бізде ана сөз бар ғой, егер неге бір сақалды біреуге сөйлетпейсің ба дегенде, білім, ғылым, даналықтың бәрі сақалда болса, онда теке сөйлейтін еді дегендей. Сондықтан анау алдына бір адамды қою ол жақсы болады. Одан кейін қырағылық, жол жөнекей, жүрген кезде қарап, түртіп жүріп, мына біздің тарихқа, адамзат тарихына қарайтын болсақ, мысалы жаңағы Христофор Колумбтан алыңыз, ашқан Маргелланның жолын алыңыз, бәрін қайсын алсаңыз да, бұл немен есте қалды, ашылды, жазумен есте қалды. Сондықтан мына дәптерлерді алып, жолда түртіп жазып жүріңіздер деп ұмытып қаламыз біз. Немесе қазір жазудың жақсы жолы мынау ұялы телефон. Ұялы телефонмен жариялап, жақсылықтарын асырып, біз болса біздің қолымыздан телефон түспейді, біз ана бәлелерді шығаруға құмармыз қазір. Бүйтті де сөйтті, мынау қарамады, бүйтті сөйтті деп бір-біріміздің айыбымызды ашып, бір-біріміздің жеке мәселелеріне дейін өтіп кетіп жатырмыз. Жоқ, жақсылықты шығарыңыздар. Біздің әргілік жергілікті жердегі басшыларымыз, әкімдер, біздің келуімізге, кетуімізге, жолаушылардың жағдайына міне рахмет деп біздің аузымыздан бір рахмет деген сөз шықса, осының өзі бір қызметтегі адамдарға бір мотивация ғой. Рахмет, жолдың шетіне мына отыратын, жаңағы бір отыратын орын жасап қойыпсыздар деп рахмет деп әлеуметтік желіге бөліңіз. Кездескенде рахмет те айтып қойыңыз. Жаңағы пікірлерге жазып қойыңыз. Сөйтіп оларға да мотивация, еңбегінің еленгендігі, біз өз бір-бірін болар ел, бір-біріне батыр деп есептейді ғой. Сондықтан осы содан кейін заң бұзбай, тәртіпті бұзбай, өте бір тәртіпті, салмақты екенімізді көрсетуіміз керек. Рахмет Нұрлан аға сізге. Алла разы болсын. Қымбатты тыңдаушы, әрқайсыңызға осы өмір сапарында сәттілік тілейміз. Бақытты болыңыздар. Адаспай, ақ жолмен, ақ сапармен жүруге Алла баршамызға нәсіп етсін. Ел аман болсын. Біздің GJFM-ді тыңдай жүріңіздер сапарда. Сонда дұрыс болады меніңше. Рух пен жүрегінде